Hello, I'm Mrs. Shanat. Welcome to my channel. Сіздермен бүгін осы Top Stars кітабы, Students Book бойынша бүгін сіздермен осы 7-ші бөлімнің 3-ші, 4-ші сабақтарын өтетін боламыз. Енді бұл бізде 84, 85, 86-ші беттерді қамтиды. Енді мына жерге мұқият қараңыздар. Exercise number 1. My house, менің үйім, my room, менің бөлмем, and objects. Яғни заттар деген сөз. Енді listen, point and say. Тыңда, нұсқа, көрсет және де айт деп жатыр екен бізде. Мен қазір аудио жазбай қосамын. Мына сөздерді, жаңа сөздерді тыңдайтын боламыз. Shelf, guitar, computer, skateboard, pillow. Енді shelf бұл бізде сөре, guitar, гитара, computer бұл бізде компьютер, skateboard бұл бізде skateboard, pillow бізде көріп тұрғаныңыздай мынау жастық екен. Енді exercise number 2 бұл сөздерді жаңағыдай қайталап жаттап аласыздар. Сөз кітаптеріңізге жазып exercise number 2. Read the title and look at the pictures. Яғни what are the text about? Listen and read. Яғни мына my bedroom деген бұл бізде несі беріп тұр ғой, тақырып, осыны оқы дейді, суреттерге қара дейді, мына жердегі мына суреттерді айтып жатыр бізге, екі суретке қара дейді. What are the text about? Яғни мынау текст айтып жатыр. Осы мәтіндер не туралы, және де тыңда, және де оқы деп жатыр. Егер мен қазір аудио жазбай қосамын, мұқият осы суреттердегі мәтіндерді оқитын болады, тыңдайтын боламыз сіздермен. Мынау бізде екі адам берген, Harry мен Lorna екен, Bedroom. Harry, this is my bedroom. There's a bed, a wardrobe, a desk, and a chair. There's a blue and green rug. I've got shelves for my books. I've got a computer and a guitar too. Lorna, this is my bedroom. There's a bed, a desk, a chair, and a shelf for my books. There's a pillow on my bed. There isn't a rug in my room. I've got a yellow lamp, a computer, and a skateboard too. Мұны тыңдаған болсаңыздар, енді сіздермен қазір тыңдап аударатын боламыз. Енді қараңыздар, мынау бізде біріншісі сурет Harry, оқыды. Мынау бөлме туралы, bedroom деген бұл бізде жатын бөлме, менің жатын бөлмем деген сөз. Яғни бірінші Harry'ді оқып алайық. This is my bedroom. Бұл менің жатын бөлмем. Мен сары мышкамен жүріңіздер. There is a bed, a wardrobe, a desk, and a chair. Яғни бұл жатын бөлмемде бар деп жатыр екен. Төсек, гардероб, және де парта, және де орындық бар екен. Мынау сөйлемді. There is a blue and a green rug. Яғни көк және де жасыл кілемше бар деп жатыр. Келесі, I've got shelves for my books. Яғни мынау жерде shelf деген сөре ғой. Менің кітаптарыма арналған сөрелерім бар деп жатыр. I've got a computer and a guitar too. Яғни менің компьютерім және де гитарам да бар деп жатыр бұл жерде. Енді Lorna деген екінші мәтін және де мынау екінші сурет екен, мұқият қараңыздар. This is my bedroom. Бұл менің жатын бөлмем. There is a bed, a desk, a chair, and a shelf for my books. Яғни бұл менің жатын бөлмем, мұнда төсек бар, парта бар, орындық бар, және де кітаптарыма арналған сөрелер бар. There is a pillow on my bed. Яғни менің төсегімде жастық бар. There isn't a rug in my room. Яғни менің бөлмемде кілемше жоқ. Мына бізде rug деген кілемше ғой, дұрыс па? Яғни isn't деген жоқ деп жатыр. There is болғанда бар болады. Менің бөлмемде кілемше жоқ. I've got a yellow lamp, a computer, and a skateboard too. Яғни менің сары лампам бар, свет айтып жатыр екен. Мына свет айтып жатыр, сары лампам бар, және де компьютерім бар, және де скейтбордым да бар деп жатыр бізге. Енді сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Жаңағыдай аудио жазбамен қайта оқысаңыздар болады. Өздеріңіз аударып көріңіздер. Мына бөлмедегі заттарға мұқият болыңыздар, не айтылды. Енді келесі тапсырма ол бізде exercise number 3. Read activity 2 again and circle the correct names. Яғни бізге айтады, мына заттар дейді, екінші тапсырманы қайтадан оқы дейді бізге, қара дейді бізге, сосын дөңгелекте дейді, дұрыс аттардың
есімдерді дөңгелекте деп жатыр екен. Мысалға, Харридің бөлмесінде не зат бар, не айтты мына жерде мәтінде, Лорнада не айтты, иә, сол бойынша аттарын жазып шығамыз. Мысалға, who has got a desk? Яғни, кімде не бар, кімнің бөлмесінде парта бар? Яғни, екеуінің де бөлмесінде парта бар еді, иә? Қараңыздар, there is a desk деп көрдіңіздер ме? Міне, Лорнада да desk бар, бұл бізде парта мына бар екен. Енді екіншісін қараңыздар, who has got a computer? Яғни, кімде компьютер болды? Екеуінде де қателеспесем болды, міне қараңыздар. There is a bed, blue shelves, міне компьютер бар, Харриде, және де міне Лорнада да бар екен. Сол себепті екеуін дөңгелектейтін боламыз. Міне Харри және де Лорна. Келесі, үшіншісі, who has got a rug? Кімде жаңағыдай не жоқ, не бар дейді, жаңағыдай кілемше бар. Яғни Лорнада жоқ болды, иә? Харриде бар еді. Қанекей бір көре салайық, rug. Қараңыз. Міне біріншісі Харри, яғни мына green rug, көк жасыл нем бар дейді, мына кілемшені айтып жатыр, міне көрдіңіз ғой бөлмесінде. Міне rug бар екен, бұның бөлмесінде міне бар, міне көрдіңіздер ғой. Ал мына Лорнада, қараңыз, Лорнада there isn't деп тұр, көрдіңіздер ма? Менің нем жоқ дейді, rug, менің кілемшем жоқ. Бұл жерде егер түсінбей қалып, rug деген сөз бар екен, кілемше, демек екеуінде домалақтаймыз деген қате пікір. Сол себепті Харри, Лорна белгілемейміз, тек қана Харриді домалақтаймыз. Енді үшіншісі, төртіншісі, who has got a guitar? Яғни кімнің бөлмесінде, қайсысында гитара болды? Бұл жерде де Лорнада болған жоқ, мен ойымша Харриде болды. Қараңыз, гитар, міне Харриде бар гитара, міне, көрдіңіздер ғой, гитара. Ал мынау кімде? Бізде міне гитара деген скейтборды бар екен, гитарасы жоқ екен. Лорнада, сол себепті Харриді домалақтаймыз. Who has got a skateboard? Қазір ғана айтқанымдай, Лораның бөлмесінде, Лорнаның бөлмесінде скейтборд болды. Ал Харриде жоқ. Міне скейтборд, міне Лорнаның бөлмесінде бар, сол себепті Лорнаны домалақтайтын боламыз. Жалпылама сабағым ұнап жатса, түсінікті болып жатса, арнама тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар, иә, комментария пікір қалдырып кетіңіздер. Қандай жері түсініксіз болып жатыр нақты, иә? Немесе түсінікті болып жатса, түсінікті деп. Grammar, грамматика. There is a computer on the desk. Яғни бұл бізде грамматика. Сіздермен қандай құрылымдарды қайталаймыз? There is, бар деген, иә, жаңағыдай мәтінде көрдік қой сіздермен. There is, there are деген, иә, there isn't, I've got, иә, have got, бар. Яғни бізде бұл екеуі де бар дегенді білдіреді екен бөлмемізде. Қараңыздар. There is a computer on the desk. Яғни компьютерде there is a computer on the desk. Яғни on дегеніміз үстінде деген предлог, дұрыс па? Desk бұл бізде парта, партаның үстінде компьютер бар. Яғни түсінген болсаңыздар, бұл there is дегеніміз бұл бізде бар деген сөз. Міне, бар деп аударылады. Бар, тек қана қай кезде қолданамыз there is-ді? Қараңыздар, түсіндіріп жіберейін. There is. Яғни, қараңыздар, there is дегеніміз бұл бізде негізінде аударылады. Сөйлемнің басында аударылады. Сөйлемнің басында келеді, қоямыз. Сөздің ортасына, соңына қоймаймыз, тек қана басында тұрады. Яғни, үлкен әріппен басталады. Яғни, қалай аударамыз? Бар деп аударылады екен бұл бізде. Және де there is дегеніміз, бұның жаңағыдай жерде жазылып тұрғаны қысқа формасы. Міне, былай жазылып тұр. There's осылай болып тұр. Я, көрдіңіздер ғой? Апострофпен жасалынып тұр да, мына жерде. Мына жерде апострофпен. Ал оны ұзақ форма былай жалпылама жасағанда there is болады. Бар. Бұл бізде тек қана жекеше формада қолданамыз. Яғни затымыз біреу ғана болу керек, иә? Ұмытпаңыздар. Және де оның осыдан кейін there is дегеннен кейін міндетті түрде a немесе n деген артикльдерді қолданамыз. Егер сіздерге осы an дегенге алдыңғы сабақтарда да өткен болатынбыз, иә? Жаңағыдай ссылка қалдырып кетемін дедім. Егер де осы сабақты арнайы сіздерге түсіргенімді қаласаңыздар, осы сабақтарды, иә, ережелеп жазып кетіңіздер. Сосын описание бөліміне ссылкасын қалдырып кетемін. Қараңыздар. There is a computer on the desk. Яғни партаның үстінде компьютер бар. Яғни бар деп аудардық. Екінші сөйлемді аударайық. There isn't a computer on the desk. Не байқадыңыздар? Тура сол сөйлем, бірақ бір нәрсе өзгерді. Не өзгерді? Әрине, isn't болды. Яғни бізде қазақшада жоқ деп айтамыз. Партаның үстінде компьютер жоқ. Яғни, мынау there is деген сөз тұр ғой, сөйлем, иә, құрылым. There is. Енді осыған нені қоя саламыз? Қасына not дегенді қоя саламыз. Сонда there isn't болып кетті. Ал бұның қысқа формасы there isn't деген, мына is not дегеннің қысқа формасы ол бізде просто былай isn't дейді, үтір қойып былай isn't бола салады. Мына there isn't бола салады. Көрдіңіздер ғой? There isn't. Ал ұзақ формасы жаңағыдай there is not, қысқа формасы there isn't. Яғни бұл бізде бөліп қояйық.
иә, сіздерге түсінікті болсын. Бұл бізде қалай болады деген жекеше түрде. Тура осы жекеше түрде жоқ дегенді білдіреді. Одан кейін міндетті түрде жаңағыдай қараңыздар, тура сол there is-ға қатысты ереже, просто жай ғана мына is-ден кейін notты қоя саласыздар. Болды. There isn't. Міне көрдіңіздер ғой, notты қоя салды. Яғни болымсыз сөйлем болып кете қалды. Мынау бізде болымды сөйлем, мынау бізде болымсыз сөйлем болды. Енді мынау бізде сұраулы сөйлем. Міне қайдан біліп қойды десеңіздер, міне there is дегеніміз қалай болып кетті? Is үлкен әріппен мынаның алдына мынау is алдынан шығып кетті да, сонда is there бола салды. Тек қана there is дегенді қайте салдық? Мына қараңыздар, сұраулы сөйлем жасау үшін біз мынау is there дей салдық. Яғни бұл бізде бастапқыда қалай еді? There is еді ғой, дұрыс па? Осы is үлкен әріппен сөйлемнің басына шығып кетеді да. Мына there үлкен әріп еді ғой. Үлкен әріппен басталды. Енді екіншісі сөз болғандықтан кішкентай әріппен жазылады да. Ал мынау үлкен әріппен жазылып кетті. Тура осылай is there болады да. Ары қарай сөйлемді жазып, міндетті түрде сұраулы сөйлемді қоясыздар. Қараңыздар, бұл жерде де қараңыз, қалай өзгерді? Is there бәрінде байқасаңыздар, a computer on the desk, a computer on the desk, a computer on the desk қайталанып тұр. Тек қана there is дегеннің формаларын өзгертіп жатыр. Ұмытпаңыздар. Is there a computer on the desk? Яғни партаның үстінде компьютер бар ма деп жатыр. Болды. Енді тура осы сұраулы сөйлем жасалынған кезде оған біз тура солай біз жауап беруіміз керек. Иә, яғни иә бар, немесе жоқ деп жауап беруіміз керек. Ол кезде қалай айтамыз? Егер бар болатын болса, yes there is дейміз. Егер де жоқ болатын болса, no there isn't болады. Я, бұл тек қана бұның барлығы бізде неге екен? Бұның барлығы бізде жекеше түрде. Жеке түрде, я, ұмытпаңыздар. Енді қараңыздар, астындағы ол бізде неге? Бұл бізде бұның барлығы енді қалай? Затымыз екі немесе одан да көп болса, бұл бізде көпше түрде. Тура осы құрылым, there is құрылымы, there is және де there are. There is-ді түсіндірдім, енді there are-ға көшейік. Тура сондай, қараңыздар, не байқап тұрсыздар? There aren't. Я, there aren't бұл қысқа формасы, негізінде қалай болу керек? Ұзақ формасы көпше түрде there aren't. Are not. Мына көрдіңіздер ғой? Я, there aren't. Мен сіздерге бірінші болымсыз формасынан бастап кетіппін. Енді тура осының болымды формасы қалай? Мына плюс деп қойып болымды. There are. Мына, қараңыздар. Одан кейін сөйлем қойылған, я? There are. Яғни бұл бізде бар дейміз, бар деп айтамыз. Тек қана көпше түрде. Екі немесе одан да көп заттарға бар деп айтамыз. Енді қараңыздар, сөйлемді оқиық. There are two computers. Не өзгерді? Мына жердің барлығында компьютер еді. Не өзгерді? Иә. Көпше түрдің жұрнағы жалғанады. Бұл there are дегенде, яғни көпше түрдікі ғой, дұрыс па құрылымы? Мына S деген жұрнақ жалғанды. Компьютерлер болып кетті. Computers. Яғни партаның үстінде компьютерлер бар. Яғни екі компьютер бізге арнайы сан қойып қойыпты. Яғни two дегеніміз екі деген сөз. Я, сан ғой. Партаның үстінде екі компьютерлер бар. Екі компьютер бар деп біз. Егер де екінші сөйлемде мына болымсыз форма жасау үшін нотты қоя саласыздар, мына нүкте қоямыз, я. There aren't two computers on the desk. Яғни партаның үстінде екі компьютер жоқ. Түсінікті болды ғой? Я, түсінікті деп ойлаймын. Және де сұраулы формасы неге түсінбедіңіздер? Нақты жазып кетіңіздер. Түсінбедім деп жазбаңыздар. Нақты неге түсінбей жатсыздар? Қайсысы қиын болып жатыр, я? Are there two computers on the desk? Яғни тура осы is there дегенде, there is дегенде is there алдына шығып кетті ғой мына жерде, я, қараңыздар, is there. Тура сонда да there are болса, are дегеніміз алдына шығып кетті. Міне көрдіңіздер ғой, мына алдына шығып кетті. Үлкен әріппен жазылып жатыр. Сонда қалай болып кетті? Мына жердегі are алдына шығып кетеді. Are there. Сонда сұраулы сөйлем жазамыз. Үлкен әріппен бастаймыз енді. Are there. Сосын толық сөйлемнің бәрін жазып, міндетті түрде сұраулы сөйлем қоямыз. Қараңыздар. Are there two computers on the desk? Яғни партаның үстінде екі компьютерлер бар ма деп жатыр. Сұрап жатыр бізден. Я, сұраулы сөйлем ғой. Енді иә, яғни көпше түрде иә бар деп жауап беру үшін бізге міндетті түрде не істеуіміз керек? Yes, there are. Тура осыны нақты жаттап аласыздар. Yes, there are. Я, ешқандай. Егер сіз yes, there is десеңіз, ол қателік болады. Өйткені сіздерге сұрақты қалай беріп жатыр? Are there мен берді ма? Сіздер жауап беру керексіздер. Yes, there are. Егер сіздерге сұрақ жауап берсе, сұрақ қойса, is there десе, two computer деп, я, жекеше түрде, сіздер ол кезде былай жауап бересіздер, я, тура мынау. Yes, there is. Мына үлгідегідей.
Yes, there is, no, there isn't. Көпше түрде yes, there are, no, there aren't. Ұмытпаңыздар. Мына жерде aren't қысқа формасы негізінде қалай болу керек? Are not болу керек, я? Бола береді, қысқартылып жаза береміз. Енді бұл бізде there is, there are құрылымы еді. Енді I've got. Ол да бізде бар деп аударылады, ұмытпаңыздар. I've got, яғни жіктеледі. Менде бар. He has got. Қараңыздар, мына жерге жасайын, бұл ережені. Қараңыздар, I дегенде нені қолданамыз? Have дегенді қолданамыз. I have got. Енді you дегенде, сосын you дегенде have got. Енді қараңыздар, she деп тұр ғой біздерде, he, she. Яғни I деген мен деген сөз, you деген сен, сіз деген сөз, he дегеніміз ол деп ұлғайтамыз. Яғни ол десеңіз, демек has got болады. Ол деп ұлғайтамыз, he, онда бар, я. She қызғайтамыз ол деп, she has got. Яғни жалпылама it дегеніміз жансыз затқа, немесе жануарларға, it has got. Яғни міне, осы үшеуіне ғана нені қолданасыздар? He, she, itке ғана has got-ты қолданасыздар. Басқасының бәріне we have got. Бізде бар, және де оларда бар деп, they have got. Оларда бар деп осыны қолданасыздар. Тек қана осы he, she, itке ғана ұмытпаңыздар. He, she, itке ғана has-ды қолданамыз, бар деп айту үшін. Бұл бізде бар деген құрылым ғой, сол себепті міне осы жерге бар деп, екеуі де бар, не айырмашылық көріп жатсыздар. Бұл жерде мынау жүктеліп тұр, бізде менде бар, I have got, менде бар, you have got, сенде бар, сізде бар, немесе сендерде бар, сіздерде бар. He has got, ода бар деп айтамыз, балаға айтамыз, she has got, онда бар, ода бар деп айтамыз, онда бар деп айтамыз, қызға айтамыз. It has got, жануарға, жансыз затқа айтамыз, онда бар деп. We have got, бізде бар, they have got, оларда бар. Түсіндіңіздер ғой? Тура осы, қараңыздар. I've got a green bookcase. Менің жасыл кітап, bookcase дегеніміз бұл бізде не еді? Кітап сөресі, дұрыс па? Bookcase. Енді менің жасыл кітап сөрем бар. Енді мына сөйлемге he болып тұр, ол деп айтамыз. He has got a green bookcase. Оның жасыл кітап сөресі бар. He hasn't. Енді не көріп тұрсыздар? Hasn't болып тұр. Міне, яғни ағылшындарда not деген сөзіміз ол бізде. Has not болса, егерде has not, ол бізде ұзақ формасы, ал жаңадан жерге мысалға жазып қойған, ол бізде қысқа формасы. Hasn't деп жазады, Енді бұл бізде болымсыз форма, жоқ деген сөз. Ал енді have-ге қалай болады? Have-ге де тура солай. Have, мына has not got деп жазамыз. Мына жерге ұмытпаңыздар. Мына жерге жазасыздар. Hasn't got болады. Ал мына жерде минус формасы have болатын болса, have not got. Оныкі қандай? Мына haven't. Haven't, мына жерде тұр ғой. He hasn't got, мына ұмытпаңыздар, has not ұзақ формасы. Яғни жоқ деген сөз, бұның барлығы бізде жоқ деп аударылады. Мына. Оның қызыл кітап сөресі жоқ деп ұлғайтып жатырмыз. Have енді сұраулы сөйлем, мұна бізде сұраулы сөйлем жасап жатыр. Тура сол, there is, there are-да жасадық қой, алдына шығып кетті ғой. Тура солда бұл жерде де, негізінде ағылшындарда инвертация көп қолданады. Яғни осы баяндаушы алдына шығып кетеді, Сонда қараңыздар, инвертациясы деп айтамыз. I have болса, have I болады. Мына жерде қараңыз, I have болса, have алдына шығып кетеді, I have болдың орнына have I болады. You have болса, сұраулы сөйлем болу үшін have you. He has he. She has she. It has it. We have we болады. They have болса, have they болып кетеді. Міне, сұраулы сөйлем қалай жасалып кетеді екен бізде? Міне, қараңыздар, сұраулы сөйлем алдына шығып кетті, Міне, have үлкен әріппен жасайсыздар. Міне, they have болу керек еді ғой. Міне, have they болды да сөйлемді жазасыздар, сонымен сұраулы сөйлем қоясыздар. Міне, мына жердегідей. Have they got дегенді ұмытып кетіппін. Негізі got-ты алып тастауға да болады. Қазіргі ағылшын елдері осы got-ты негізі алып тастайды. Разговорный речь дейді ғой, сөйлегенде, ауызша сөйлегенде. Қателік болып саналмайды. Енді қараңыздар. Have they got,
have they got green bookcase? Яғни оларда жасыл кітап сөресі бар ма деп жатыр. Міне, бар ма? Яғни сұрап жатыр. Дұрыс па? Бұл сұраулы сөйлем ғой. Бар ма? Енді жауап беруіміз керек. Тура мына жердегідей are there two computers дедік қой. Yes there are, no there isn't, no there aren't деп жауап бердік. Мына жерде yes there is, no there is. Бұл жерде тура солай. Сұрақ немен басталды? Have they басталды ма? Жауапты да иә болса, yes дегенді міндетті түрде жазасыздар. Сосын мына have they дегенді өз орнына қоя саламыз. Мына they have болу керек қой, дұрыс па? They have болымды форма сияқты. Yes, they have жаттап аласыздар. Нақты жаттап аласыздар осыны тура. Я өзгермейтін нәрсе, бұл ешқандай өзгерте алмайсыздар. Yes, they have. No, they haven't. Яғни жоқ болатын болса, міне no-ды міндетті түрде қоясыздар. Міне ұмытпаңыздар, сұрақта қайсы мынау есімдік беріліп тұр. Я, they болса, ол болып тұр, я. Сол себепті мына жерде they жазасыздар. No, they haven't. Сұрақта қалай? Жауапты да тура сол they қоясыздар. Мына қараңыздар. Have they got green bookcase? Оның жасыл кітап сөресі бар ма? Yes, they have. Я бар. They, я оларда бар. Егерде мына жерде they емес, не болса, you болатын болса, немесе we болатын болса, бізде болатын болса, қалай болатын еді? Have we, қараңыз. Have we got green bookcase болса ше. Біздің жасыл кітап сөрелеріміз бар ма болғанда қалай өзгеріп кететін еді? Мына they дегендеріміздің барлығына не қоясыздар ол кезде? Мына they жазбайсыздар, we қоясыздар. Yes, we have. No, зейдің орнына we жазасыздар. No, we haven't болатын еді. Ұмытпаңыздар. Түсініңіздер ғой, мына жерде есімдіктер өзгерсе, жіктеу есімдіктер, жаңа жіктеліп, мен, сен, ол деген мыналар. Мен, сен, сіз, ол, біз, олар өзгерсе, бұл жерде де өзгеріс болады. Енді бұл сөздерден кейін мына көпше түрдің жұрнақтары, сіздерге түсінбей жатқан болсаңыздар, мен артына ереже деп жазып кетсем, сабақ салатын боламын. Computer, computers. Не байқап тұрсыздар қызылмен? Яғни көпше түрдің жұрнағы бізде ағылшындарда осы S болады. Компьютер, компьютерлер. Мынау box деген X-ке бітіп тұрғандықтан ES жалғанады. Сонда box, boxes болып тұр. Көрдіңіздер ғой? Яғни сөздің соңы X пен бітсе, X деген әріппен бітсе, яғни ES жалғайсыздар. Яғни бізде S, ES деген жұрнақ бұл бізде көпше түрдің жұрнағы. Boxes болып тұр. Ұмытпаңыздар, X деген әріппен бітсе сөз, ES жалғайсыздар. Бірақ деп қойыпты. Бір ережеге бағынбайтын жағдайларда болады, ол исключение деп айтамыз бізде. Қараңыздар, бірақ дейді, мыналар бағынбайды екен ережеге. Қараңыздар, бұл жерде ережеге емес, негізі өзінің ережесі бар бұның. Қараңыздар, shelf дегенде F-ке бітіп тұр ғой, дұрыс па? Егер оған біз ES жалғағымыз келсе, егер біз бұл жерде shelves десек, қараңыздар, shelves десек дұрыс емес. Бұл жерге shelves десек те, и жалғап shelves десек те бізде бір түрлі болып тұр. Қараңыздар, shelves. Қалай ол shelves болады? Яғни бізге не керек болып тұр? Сөзіміз жұмсақ айту үшін, ешқандай кедергіге келмей айту үшін осындай ереже бар өзінде. Не қолданамыз? F-ке бітетін болса сөздің соңы, осы жерде оған не жалғанады? ES жалғау үшін F әріпі қай әріпке ауысып кетеді? V әріпіне жұмсарады, F деген қатаң әріпіміз жұмсақ болады да, V әріпіне, яғни мынау F әріпі неге ауысып кетеді екен? V әріпіне ауысады да, түбіріне не жалғанады? ES жалғанады. Сонда жалпылама VES болады. Яғни сөз F-ке бітетін болса, VES деп өзгертесіздер. Shelf, shelves болады. Shelf, сөре, shelves, сөрелер. Жалпылама түсінікті болды деп ойлаймын. Ұзақ болды, бұл ережеміз бізде. Exercise number 4. Listen and number дейді. Яғни тыңда және де мына бөлмелерді номерле деп жатыр екен. Мен қазір аудио жазба қосамын, мұқият тыңдап номерлейтін боламыз. Біріншісі қайсы бөлме туралы айтып жатқанын қоямыз. Бірінші бөлме айтылды, екінші бөлме, үшінші бөлме деп. 1. This is my bedroom. I've got a white bed. My desk is next to the bed. There's a small rug and a bookcase too. Екіншісі, қандай шарт қойды? 2. This is my bedroom. There's a bed and a desk in my bedroom. My computer is on my desk. There's a bookcase too. I like books. Үшіншісі бала. 3. This is my bedroom. I've got a bed, a desk, a lamp, and a computer. There are shelves for my books too.
I haven't got a bookcase. Қараңыздар, енді сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Қараңыздар. Сіздермен қазір бір оқып жіберейік, иә? This is my bedroom. Бұл менің бөлмем. I've got a white bed. Менің ақ төсегім бар дейді. Қай жерде ақ? Міне үшеуінде де ақ төсек тұр. Көрейік қарап. My desk is next to the bed. Яғни, не дейді? Менің төсегім, менің партам төсегімнің жанында деп жатыр екен. Міне барлығының қасында, иә, партасы бар екен. Міне екі үшеуінде бар. There is a small rug and a bookcase too. Яғни, мұнда не бар дейді? Кішкентай, не дейді? Кілемше және де кітап сөресі бар дейді. Міне кітап сөресі бар. Қайсы жерде бізде не бар? Өзгеше кілемше бар, мына жерде бар. Демек, мына жерде бір деп қоямыз. Неге бір? Өйткені міне қыздың бөлмесі екен, бұл бізде. Енді екінші бала қыз айтып жатыр, біріншісі. Енді бірінші бала айтып жатыр. This is my bedroom, бұл менің бөлмем. There is a bed and a desk in my bedroom. Менің төсегім бар, және де жанында не бар дейді? Төсегім және де There is a bed and a desk in my bedroom. Яғни менің бөлмемде төсек және де парта бар. My computer is on my desk. Яғни компьютерім менің партамның үстінде дейді. Қайсы? Мына екі суретте компьютер көріп тұрмыз. There is a bookcase too. Яғни кітап сөресі бар. I like books. Яғни мен кітапты ұнатамын дейді. Қанеке, бұл жерде не айырмашылық байқаймыз? There is a bed and a desk. Кітаптарды ұнатамын дейді, иә, бізде. Қараңыздар. Қайсы екен бұл бізде? Компьютер бар. Міне. Екіншісі, қараңыздар. Кітаптары көп екен. Ал мына жерде не айырмашылық байқадыңыздар? Кітап сөресі жоқ бұда. Тек қана жаңағыдай кітаптар, полкалар бар, кітап аз. Мына жерде кітап сөресі бар. Bookcase, иә? Енді сол себепті екі дедік. Үшіншісі, this is my bedroom. Бұл менің жатым бөлмем. I've got a bed. Менің төсегім бар, партам бар, лампам бар дейді. And this is my bedroom. I've got a bed, a desk, a lamp and a computer. Яғни менің бөлмемде төсек бар, парта бар, лампа бар және де компьютер бар. Міне лампа, компьютер, міне лампа, міне компьютер, лампа бәрі бар. There are shelves for my books too. Міне менің кітаптарыма арналған полкалар бар деп жатыр, иә, сөрелер бар. I haven't got a bookcase. Менің нем жоқ дейді, міне кітап сөрем жоқ. Мынау кітап сөресі ғой. Я екі бөлмеде бар, мына жерде кітап сөресі жоқ. Тек қана кітап, мындай арнайы шкафчик жоқ та, кітап салатын, я, тек қана полка бар екен. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді exercise number 5, бесінші тапсырмаға қарайық. Say what there is in your bedroom. Яғни айт дейді, сенің жатын бөлмеңде не бар? Бір сөздерді қайталап жіберейік. Bed, төсек, bookcase, кітап сөресі, desk, парта, chair, орындық, table, үстел, lamp, лампа, rug, кілемше, wardrobe, кітап, киім салғыш, киім салатын шкаф, гардероб деп айтамыз, computer, компьютер. Яғни, мына жердегі сөйлеу көпіршіктер тұр ғой, speech bubbles. Тура осыдағы тұрғандай сіздер өздеріңізбен қасыңыздағы партнерларыңызбен сөйлеп құрайсыздар. Мысалға қараңыздар. What is there in your bedroom? Яғни сенің сұрақ қоясыздар. Бірінші, сенің жатын бөлмеңде не бар? What is there in your bedroom? Енді қараңыздар. In my bedroom there is a bed. Яғни менің бөлмемде не бар деп жатыр? Төсек бар. Сосын жалғастырасыздар. Не бар? Мысалға жазасыздар, өздеріңіздің мына сөздерді қолданасыздар міндетті түрде. Бірінші bed жазасыз. Мысалға, міндет. Мына жердегі мына транскрипт бар ғой, мына төртінші тапсырмадағыдай алсаңыздар болады. Осы жерден мысалға жазып қойған bed, a desk деп, тура солай сіздерде алып жазасыздар. Мынаны қараңыздар. Мынаны жалғастырасыздар. Мынау көпшіктер мысалға desk бар. Кітап сөресі жоқ, шығар desk бар. A desk, осылай. Үтір арқылы жазып, жалғастыратын боласыздар. Не бар, соны бір айтып, сұрақ қойып, осындай ойын жасайсыздар. Ойын дегенде сөйлеп жаттығатын боласыздар. Түсінікті болды деп ойлаймын, өздеріңіз құрай аласыздар деп ойлаймын. Тек қана көп нүктенің орнына осы жердегі сөздерді жатын бөлмелеріңізде не бар, соны қойып шығасыздар. Болды. Келесі ол бізде lesson 4, төртінші сабақ, exercise number 1. Listen, point and say. Тыңда, көрсет және де айт деп жатыр екен. Мына бізде бірінші ғимарат museum, музей, restaurant, яғни ресторан, amusement park, яғни ойын-сауық орталығы, cinema, яғни кинотеатр. Мен қазір аудио қосамын, сосын мұқият тыңдап көрсететін боламыз. Сосын сандар бар екен бізде. Museum.
Restaurant. Restaurant. Amusement park. Cinema. Cinema. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. 30. 30. 40. 40. 50. 50. 60. 60. 70. 70. 80. 80. 90. 90. 100. 100. Жалпылама түсінікті болды деп ойлаймын. Енді осы 4-ші сабақта осы сөздерді жаттайтын боласыздар, иә. Музей, museum, restaurant, ресторан, amusement park, ойын-сауық орталығы, cinema, кинотеатр, және де сандар, иә. 20, 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100-ге дейін санап үйренеміз. Содан кейін енді exercise number 2. Match, сәйкестендір, then play. Содан кейін ойна дейді екен. Мына сөйлеу көпшілігін көріп тұрсыздар ғой, иә, оқып жіберейік. There are 24 museums in the town. Яғни there are көпше түрде бар деп айтамыз, иә. Бар 24 бізде қанша еді? 24, дұрыс па? 24 museum. Мына музейдің түбіріне көпше түрдің жаңағы эс жалғанып тұр. Ұмытпаңыздар, жалғаймыз. Өйткені көпше түрде айтып жатырмыз ғой. Museum, мына музейм деген сөздің түбіріне не жалғады? Эс деген жалғадық. Мына жерде. Museums in the town дегенді жазамыз. Яғни the funny town деген ғой, дұрыс па? Енді қараңыздар, бұл жерде екінші мына тұс-тұсымен жасап шығамыз. Мына біз атаулары тұр сіздерде ғимараттардың. Мысалға біріншісі ол бізде не еді? Міне бірінші сурет, міне музей кетті ма? There are 24. Міне 24 деген сан қай жерде тұр? Мына жерде тұр. Міне жазды. Я, тура сол сияқты мынаның барлығын жазып шығатын боламыз. Ал енді мен жауаптарын жазып қойдым. Қараңыздар, осылай жазасыздар да, я, сосын сәйкестендіріп осы ойнайсыздар. Қараңыздар, оқып шығайық. Біріншісін айтып қойдық, екіншісінен бастаймыз. There are 35 restaurants in the town. Яғни, бұл қалада 35 ресторандар бар. Міне, мынау бізде ресторан 35. Енді үшіншісін қарайық. There are 46 amusement parks in the town. Parks, көріңіздер ғой, бәріне S жалғадым. Көпшедердің жаңағы, яғни 46. 46 көңіл көтеру ойын-сауық орталығы бар осы қалада, міне. Мынау 46, мынау ойын-сауық орталығы. Мынау бізде не екен? Қараңыздар, мынау синема, я. Келесі. There are 51 cinemas in the town. Яғни 51 кинотеатр бар бұл қалада. Міне 51 кетті. Келесі 5-шісі, я, up-6. Бұл бізде school деп болған, мектеп деген сөз. Міне жазып болған, я. There are 68 schools in the town. Яғни 68 мектеп бар бұл қалада деп жатыр. Міне 68 кетті. Келесі 75 болады. Ол бізде не екен? Бұл бізде парк. Жай ғана парк. Енді қараңыз, there are 75. 75 дегеніміз міне. 75 parks. Міне S жалғадым. In the town. Яғни 75 парк бар осы қалада. Міне соңғысы 80. Яғни бұл бізде zoo, я? Міне zoo бізде зоопарк. Оған S жалғай саламыз. Сонда зоопарктер болып кетеді. There are 80 zoos in the town. Яғни 80 зоопарк бар екен осы қалада. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді қараңыздар, сіздер енді не істейсіздер? Осы жаңа сөздерді жаттайсыздар, осы парк, музей деген, осын содан 20-дан бастап 100-ге дейін санап жаттайсыздар, осыларды санауды, қалай болатын міндетті түрде жаттаңыздар. Осыдан кейін жақсы бағалады деген үміттемін. Енді сабағымыз сіздермен осы бүгін сіздермен 3-ші 4-ші сабақты аяқтадық. Келесі жолы 5-ші 6-ші сабақты салатын боламын. Сабағым ұнаса, арнама тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Our lesson is over. Goodbye.